Ракамакафо, Рупранкс ТВ. Бұл каналдарды егер орыс ютубын көріп жүрсеңіз білетін боларсыз. Негізінен пранк дегеніміз біреуді қызық үшін немесе белгілі бір мақсаттарды алдау. Пранкпен айналысатындарды пранкерлер дейді. Пранкты көбінесе екі мақсатта жасайды. Біріншісі жай ғана қызық үшін. Екіншісі алдау арқылы адамға сабақ беру. Сәлем достар, сіздермен бірге Скаврон анасы жаңа жанрдағы видео. Жай ғана қазақ тілдегі YouTube контентін дамыту. Сіздерден лайк, ал бізден сізге әдейі арнап жасалынған видео. Пойдем немножечко. Қыздар, сен жоқсың, бар болсаң қайдасыңдар? Сен кімсің, жүрсің қайда? Сен жоқсың, іздемейсің мені. Бұл қазақ тіліндегі алғашқы пранк түсіретін арналардың бірі. Кәдімгі пранкерлер тек қазақ тілінде және өте сапалы видеолар. Бірақ неліктен NNN Live TV? Жауабы әрине анық. 3 баладан Нұрдәулет, Нұркен деген бала болды. Соның басындағы 3 әріпін N деген әріпін алып қойдық. Содан NNN Live TV деп жобаның атын бастадық. NNN Live TV негізінен алғанда адамдарға бір сабақ болатындай, былайша айтқанда қоғамдық эксперименттер сияқты нәрселер түсіреді. Мысалға алғанда Астана және Түркістан қалаларында жасалған эксперименттері. Бұл эксперименттер бойынша NNN Live TV мүшелері осы екі қалада денсаулығы аяқ асты нашарлап қалған адамды көлік жүргізушісі жақын жердегі ауруханаға тегін апаруға келісе ме, жоқ па, сол туралы болатын. Жолдас бол, ауырып тұрып, поликлиникаға апара аласыз ба? Бесплатно. Не можете, да? Аға, қалтамда ақшам болмай тұр, барғаннан кейін берем, апарып тұрсаңызшы, өтініш. Бірақ больница білмеймін қай жерде бар екен. Мынада больницаға апарып түсе аласыздар ма? Тегін. Әмиянымды үйде тастап кетіппін. Нені? Жо, аз. Егер сіз маған қызық арнасына әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Ондағы сапалы видеолар сізді міндетті түрде қызықтыруы тиіс. Серіктес анамыздың сілтемесі астында болады. NNN Live-тың ел аузында қызу талқыға түскен, талай жасөспірімнің өмірін қиған Синий кит ойынына қарсы түсірген видеосы да бар. Шамамен миллион қаралым жинап үлгерген бұл видеоның Синий кит қолданушыларын азайтуға кішкентай болса да септігін тигізді деп ойлаймын. Жоқ. Мен әлсіз емеспін. Құрметті достар, ақымақ болмаңыздар. Синий кит, яғни игры, разбудимая 4:20. Бәрі жалған қалмаса нәрсе. Осы арнаның дәл осы видеосын көптеген мектептерде де алдын алу шаралары бойынша оқушыларға көрсеткен болады. NNN Live-тың видеоларын тіпті НТК арнасынан да көрсеткен болатын. Ревью бағдарламасынан көрсеткен бұл шығарылымды сіз де көрген боларсыз. Түркістандық бір топ жастар жасырын бейнекамераға түсірген көше келуші қыз-текенің хикаясы осы. Олар кезіккен жігіттерге түнгі клубқа барып, қонақ үйде демалысты жалғастыруды ұсынады. Ал мына әйел бақыты бағдарламасында дәл осы жігіттерді шығарылымға шақырған болатын. Олардың батыл істері осы кезде де анық байқалған болатын. Келіңіз, төрлетіңіз. Нұрдәулет Бектұрсын, 19 жаста. Қалай? Жасың нешеде? 19-да. Не бұл бағыт па, не жағдай? Неден басталды? Бұл негізі біздің жоба әлеуметтік желідегі актуалды сұрақтарға жауап іздейміз да. Кентаулық бұл жігіттердің арнасында қазіргі таңда 4 адам жұмыс жасайды. Рысбек, Нұрдәулет, Нұркен және Жомарт. Жалпы айтқанда Қазақстанға қазақ тіліндегі пранк әкелген дәл осы канал болатын. Пранк түсіру бұл каналдың жай ғана хоббилері. Бұл арна арқылы олар ешқандай ақша тауып жатқан жоқ. Қазіргі таңда бұл еңбекқор әрі патриот жігіттеріміздің арнасында 19 мыңнан аса көрермендер бар. Алдағы уақытта әлі де болса дамиды деген ойдамыз. Не дегенмен халыққа пайдаларын тигізу үшін
істеп жүр ғой. Ал біздің осындай жанрда түсірген видеомыз сізге ұнаса әрине лайк, өйткені Авиадикус ағамыз айтқандай, той бизнесімізде аса көктеп дамып жатыр. Енді YouTube контенттерді де дамытуға атсалысайық. сіздермен бірге болған Скаврон анасы осындай жанрда қай блогерге видео жасағанымызды қалайсыз? Міндетті түрде коммент жазып кетуді ұмытпаңыз.